Дана халқымызда бір тал кессең, 10 тал ек деген асыл сөз бар. Соның дәлелі ретінде ақсақалдар аулаға шырша ағаштарын отырғызды. Кейін мекеме алдында үлкен көрме ұйымдастырылды. Онда Шелек политехникалық колледжінің талантты студенттері өз қолдарынан шыққан тәттілер мен заманауи технологияларға таныстырылым жасады. Бұл бізде бүгінгі жасағымыз капкейк, чизкейк және де осындай құмырсқаның ұясы. Бұл бізде диагностика, мұнымен машинаның диагностикамен машинаның несін тексереді. Мынау ключ, анау майлардың істейді. Біз Шелек политехникалық колледжге биыл 75 жыл болады. Үлкен тарихы бар колледж. Біз жұмысшы маман дайындаймыз. Қазір колледжімізде 6 мамандық бойынша 400 студент білім алып жатыр. Болашақта біз колледжімізде жаңа мамандықты кәсіптік бағдар ретінде жаңа мамандық ашайық деп жатырмыз. Ол осы Шелек өңіріндегі орман шаруашылығына байланысты орман шаруашылығының көмекшісі деген мамандықты қарастырып жатырмыз.